Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін шұжық қосылған оладьи дайындайтын боламыз. Бізге керекті 1 стакан айран, оның үстіне 1 шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Оны бөлек ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. 4 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге керекті шұжық. Шұжығымызды видеодағыдай майдалап турап аламыз. Оны қамырымызға қосамыз. Көк пиязымызды да осындай майдалап турап ішіне саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тавамызға кішкене май құйып, екі жағын аунатып, қуырып аламыз. Міне оладьилеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.